Сәлем достар, бүгін сіздермен бауыр пісірудің ең тез және де дәмді болып шығатын тәсілімен бөлісемін. Ең алдымен табаға өсімдік майын құйып 3-4 минут қыздырамыз және де дайындап турап қойған пиязды салып 7-8 минут бойы қызарған жоқ қуырып аламыз. Пиязымыз қуырылып болғаннан кейін үстінен бауырды салып жақсылап араластырамыз. Бауырды ұзын-ұзын жолақтар секілді турап аламыз. Араластырып болғаннан кейін үстінен тұз, қара бұрыш және де паприканы салып араластырамыз және де бетін қақпағымен жауып орташа отта қуырамыз. Қуырылған бауырымыз дайын болды. Енді осы бауырды шұңқырлау тәрелкеге салып, өзінен шыққан суынан құйып және де көк пиязбен әрлеп дастарханымызға ұсынамыз. Өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Нурикамал, сіздерге ас болсын.